Армысыздар, құрметті отандастар, сіздермен бірге түркі қазақ арнасы, және біз бүгін Шыңғыс ханның ұлты кім деген тақырып бойынша әңгіме жүргізетін боламыз, құрметті ағайындар. Так, Шыңғыс ханның ұлты кім деген сұраққа жауап беру үшін біз бірінші кезекте осы Шыңғыс ханның өмірін зерттеген ғалымдардың еңбектеріне назар салуымыз керек болады екен. Осы Шыңғыс ханның тарихын зерттеген ғалымдардан Шараф-ад-Дин Аль-Язди болсын, Фазлуллах ибн Рузби хан болсын, Рашид-ад-Дин Хамадани болсын, барлығы да Шыңғыс ханның осы Ертіс өзенінің бойында өмір сүріп, сол жерде туылып, және оның ата-бабалары да осы Ертіс өзені мен Алтай тауларының арасындағы жазықтықтарда өмір сүргені жайлы баяндаған, ақпарат берген. Шыңғыс ханның әкесі Жесугейде, оның атасы Бартанда, одан кейінгі Түнбине қаған, Дүтіммәнін, Қайду, Боданжарға дейін барлық аталары осы өңірде туылып, өмір сүріп, солайша көптеген ғасырлардан бері осы Алтай мен Ертіс өзенінің жағалауларындағы жайлауларда өмір сүрген деп жазады. Енді мен сіздерге осы Шыңғыс ханның ұлтына қатысты мықты бір дәлел келтіргім келіп отыр, соған назар салыңыздар, қараңыздар. 12-ші ғасырда өмір сүрген Мұхаммед Қашқари өте үлкен ғалым, бұл түркілердің тарихына өзінің өмірін арнаған, түркілердің тарихын зерттеген сондай аса үлкен ғалым. Бұл Қашқар өңірінің тумасы, бұл өзінің еңбектерін түркі тілінде жазған, араб алфавиттерімен ұйғырлар сияқты араб алфавитін пайдаланған. Міне ұйғырлардың мекені, ұйғырлардың мекені бәріміз білетіндей, міне Қашқар. Міне Мұхаммед Қашқари Дивани Лұғат ат-Түрк деген кітабында мынандай бір дерек келтіреді. Түркі тілінде нағыз таза сөйлейтін адамдар, халықтар, елдер, ұлттар кім деген тақырыпқа былайша жауап береді. Оның айтқан сөздері. Ол айтады, таза түркіше сөйлейтін адамдар жайлы айтып отыр бұл жерде. Қараңыздар. Ахаффул әлсинатил ғузия, васухуха ли яма ва тухси, ва мин янзилу вади иля, Іле өзенін айтып отыр, ва вади Иртиш, Ертіс өзенін айтып отыр, ва вади Ямар, ва вади Адил иля билади Уйғур, ва афсахуха лил мулукил хақанияти ва мин талбуду бихим дейді. Енді бұл сөзде не түсінеміз? Қараңыздар. Ахаффул әлсинатил ғузия деген тілдердің жеңілі оғыздардікі дейді. Ең тазасы, түркіше таза сөйлейтін яғмалар мен тұқсылардікі және дейді. Және Іле жазығында өмір сүретіндердікі дейді. Қараңыздар. Іле жазығы қайда? Бізде өздеріңіз білетіндер міне. Іле өзені, Іле жазығы. Мына жерде Іле өзені ағып өтеді, білесіздер өздеріңіз. Іле жазығында өмір сүретіндердікі дейді. Және сондай ақ дейді, Ямар жазығындағы және Еділ жазығындағы дейді. Міне Еділ жазығы. Еділ жазығы біз білетін мына Еділ былай қарай ағатын болса, Еділ жазығы міне Омбыға дейін ол ары қарай ағады, бірақ та міне осы жазықтың барлығын Ертіс жазығы деп атайды. Одан кейін Вавади Адил иля билади Уйғур дегені Еділ өзенінен дейді. Еділ жазығынан, міне Еділ өзені, қараңыздар. Еділ жазығынан ұйғырлардың жеріне дейінгі аралықтағы, міне қараңыздар, ұйғырлардың жері, осы аралықтағылардың тілдері дейді, нағыз түркіше сөйлейтін адамдар дейді. Одан кейін ва афсахуха лил мулукил хақанияти ва мин талбуду бихим дегені, және ең саф тазасы, ең түркіше таза сөйлейтіндері мүлікі хақандардың, яғни қағандардың ордасы болып табылатын осы Қарақорымдағы, міне өздеріңіз білетіндей, Қарақорым деген қала болған осы жерде, міне Шығыс Қазақстанда Қарақорымдағы хақандардың өңіріндегі адамдармен бірге сүретін уамин талбуду бихим деген, солармен бірге өмір сүретіндердің тілдері ең таза, ең түркі, ешқандай бір Қытайдың да қоспасы жоқ, парсының да қоспасы жоқ, басқа ұлттардың да қоспасы жоқ, таза түркіше сөйлейтін, міне осы адамдар таза түркіше сөйлейді деп жазған. Одан кейін бұл жағы одан ары қарай жалғастырады сөзін. Баласағындағылар дейді, соғдыша араластырып сөйлейді дейді. Сол Мұхаммед Қашқари айтып отыр. Махмұд Қашқари. Кешіресіздер, Мұхаммед емес, Махмұд Қашқари. Түзетіп қоясыздар. Баласағындар соғдыша қосып сөйлейді, және одан ары қарай оңтүстікке қарай сол парсылардың тілдерімен араластырып сөйлейді, таза сөйлемейді деп жазып өткен. Міне осындай бір ақпараттар, құрметті ағайын. Бұл осы Қазақстан территориясындағы ұлттар, яғни қазақтардың ата-бабалары таза түркіше сөйлегенін көріп отырмыз. Енді біз білеміз, қазақ тілінің
арғы атасы шағатай тілі, өздеріңіз білесіздер. Шағатай тілінен арғы атасы тілдердің ол қадымша тіл деп аталған, қадымша түркіше деп өздеріңіз де білесіздер ғой. Барша ғалымдар біледі. Қадымша түркіше деген тіл, міне осы Шыңғыс ханнан алдыңғы жасаған дәуірлердегі тіл, Шыңғыс ханның дәуірінде сөйлеген тіл, одан кейінгі орта ғасырларда сөйлеген тіл, бұл сол жаңағы түркіше тіл болып табылады екен. Яғни біз Шыңғыс ханның сол түркі тілінде сөйлегенін есепке ала отырып, және де мына қазақта сөз бар ғой. Тілім, ділім, шежірем дейді, ұлтымның дәлелі дейді. Бұл сөз бекерден бекер қалмаған. Тілім, ділім, шежірем, ұлтымның дәлелі дегені осы мынау жаңағы бір өзінің қай ұлтқа қатысты екенін айту керек болса, бізде қазақта бірінші кезекте не істейміз? Біз өзіміздің руымызды айтамыз. Ей, не елсің? Қай елсің? Қай жер, қай тумасың дейді. Руың не дейді? Сол кезде бірден Найман, Керей, Дулат, білмедім, Қоңырат немесе, көп қой біздерде. Қыпшақ, Адай. Енді барлық рулардың атын айтып шыға алмаймын. Руын айтпаған адамдар ренжімесін. Дегенмен біз не істейміз? Өзіміздің қай шежіреге жататынымызды, қай өзіміздің жаңағы ата-бабаларымызды айту үшін біз өзіміздің шежіремізді айтады екенбіз. Солайша көрдіңіздер ме, бұл Шыңғыс ханның да өзінің шежіресі бар. Оның ұлты бар. Бұның шежіресі сол жаңағы ұлы түркілердің қағандарына барып тіреледі. Бұл қайдан моңғол болады бұл? Көрдіңіздер ме? Жаңа жоғарыда айтып өткен орта ғасырлық ғалымдардың барлығы Шыңғыс ханның түркі қағандарының ұрпағы екенін айтып отыр. Және де өздеріңіз білетіндей, мысалы керейлердің түпкі жағы өздерінің ата-баба жерлері қай жерде десе, керейлер айта қояды. Ертіс пен Баян-өлгейге дейін біз керейлердің ата-баба қонысы ғой дейді. Сол батыс Монғолиядан осы Ертіс өзеніне дейін, одан солтүстікке дейінгі жерлердің барлығын сол керейлер жайлап өмір сүрген. Енді мысалы Наймандардан сұрай қалсаң, Наймандардың жағы өзі түпкі ата қонысы қай жерде десең, Алакөлдің айналасының барлығы Наймандар ғой дейді. Мына өңірдің барлығы Наймандар. Ұйғырлардың жеріне дейінгі барлық өңірлер Наймандардың жері. Жалайырлардың жағы ата қонысы қай жерде десең айта қояды. Ертіс пен жағы Іле өзеніне дейінгі аралықтың барлығын жайлап жатыр жалайырлар. Қазіргі күнге дейін солай 1000 жыл алдын өмір сүрген болса да, 1000 жыл алдын солай сол жерлерде жайылып өмір сүрген болса да, қазіргіде де солар жайылып өмір сүріп жатыр сол жерлерде. Ал енді уақыт өте келе халық көбейеді, ел көбейеді, халықтар ары бері жылжиды, бірақ та басым көпшілік сол жаңағы жасап жатқан Наймандардың да, керейлердің да, меркіттердің да, қоңыраттардың да барлығының сол жаңағы өзінің тұрақтау орындары бар. Өздерінің көбейген, тұрақтаған орындары сол баяғы замандардан келе жатқан, солайша қалыптасқан. Ол барлық рулар өзінің негізгі шоғырланған жерлерін барлық рулар біледі өзінің қай жерде шоғырланғанын. Мысалға сұрайтын болса, айтайық, қоңыраттар басым көпшілік қай жерде десе, мысалы Қоңыраттан сұрасаңыздар, олар осындай жерде, мынадай қалада, анадай қалада, сол жерлерде көп шоғырланған деп айтып береді. Неге? Себебі біз өзіміздің әрқайсымыз өзіміздің руымызды жақсы білеміз. Мен Қоңырат руынан емеспін, бірақ дегенмен Қоңырат руын мысал ретінде айтып отырмын да. Барлығы өз руларының жағы негізгі қоныстанған орындарын біледі. Ал енді біз Монғолияға баратын болсақ, құрметті қазақстандықтар, Монғолияда біз жалайырлардың көп шоғырланғанын таппаймыз біз ондай. Егерде Монғолияда жалайырлар көп шоғырланған сондай үлкен қауым болатын болса, мына керейлер сияқты бірден білініп қалатын еді. Баян-өлгейдегі керейлерді біз білеміз ғой. А жалайырларды біз Монғолияда білмейміз мүлде. Біз Наймандарды білмейміз мүлде Монғолияда. Біз Қоңыраттарды білмейміз Монғолияда. Егерде шын мәнінде Монғолияда Қоңырат болса, немесе жалайыр болса, немесе керей болса, немесе меркіттер болса, немесе дулаттар, немесе басқа да үлкен-үлкен сондай шоғырланған елдер болса, халықтар, онда біз Баян-өлгейдегі керейлер сияқты бірден біліп қоятын едік. Ол білініп тұратын еді. Оны ештеңкемен жасыра алмайтын едіңіздер. Міне, сол себепті де біз сеніммен айта аламыз. Монғолияда, мына Хархорин деген жерде Қарақорым болған деп қазір шатастырып келе жатыр, болмаған ол жерде ешқандай. Жалайырда болмаған ол жерде. Ол жерде керей да болмаған, ол жерде меркітте, ол жерде басқа тайжуыттар да, қоңыраттар да, наймандар да болмаған ол жерде. Бұл тарихты әдейі бұрмалаған осылай. Қазақтардың мықты халық болғанын, кезінде орыс князьдарынан салық алып, орыс князьдарын бағындырып отырғанын жасыру үшін солайша жасаған. Міне осындай ақпараттар. Енді сұрақтар болса, сұрақтарыңызды қоя жатарсыздар. Сосын менде мынадай бір ой келіп жатыр. Жалпы, егерде мысалға мынадай бір ой келді, WhatsApp группасынан осылай тарихқа қызығатын азаматтарымыз болса, өздеріңіздің нөмірлеріңізді видеоның астында жазып қалдырсаңыздар, мен осындай бір WhatsApp группасын ашып, сол жерде ақпарат алмасу группасын ашсақ па деген ой келіп отыр. Мүмкін ол да бір жақсылықтың нышаны шығар. Егер қолдасаңыздар, өздеріңіздің нөмірлеріңізді жазып, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер.